Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Мадина. Бүгін сіздерге ашытқысыз дайындалатын бауырсақтың рецебін ұсынамын. Бауырсақтар өте жұмсақ, мамықтай болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Әр апта сайын жаңа рецепттермен бөлісіп отырамын. Қажетті ингредиенттердің мөлшерін видеоның описаниясына қалдырамын. Бөлме температурасындағы айранға 1 шай қасық ас содасын қосып, араластырып 10 минутқа қалдырып қоямыз. Біздің массамыз 2 есеге дейін ұлғаяды. Біздің айранымыздың көлемі 2 есе ұлғайды. Айранымызға 1 шай қасық тұзымызды қосып араластырып аламыз. Келесі кезекте бұл массамызға біз 2 ас қасық қантымызды қосамыз. 3 ас қасық сұйық майымызды қосамыз және де 1 жұмыртқаны қосып, бір қалыпты масса болғанға дейін араластырып аламыз. Массамызды бір қалыпты етіп араластырып алдық. Енді бұл массамызға илегіштен өткізілген ұнымызды қосып, қамыр илейміз. Жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илеуіміз керек. Қамырымызды илеп алғаннан кейін қалташаға салып, қамырымызды демалуға 30 минутқа қойып қоямыз. Отыз минуттай уақыт өткеннен кейін қамырымызды қалташадан алып, жаятын үстелімізге ұн сеуіп, қамырымызды жаятын боламыз. Қамырымызды оқтаудың көмегімен тегіс қылып біркелкі етіп жайып аламыз. Қамырымыздың қалыңдығы 0,5 сантиметрдей болуы керек. Жайып алған қамырымызды осылай дөңгелек етіп кесіп шықтым. Не болмаса 4 бұрышты бауырсақ жасасаңыздар да болады. Кесіп алған бауырсақтарымыздың бетін майлықпен жауып қоямыз, беті кеуіп кетпес үшін. Және де қызып тұрған майда пісіретін боламыз. Екі жағы да қызарғанша пісіреміз. Біздің бауырсақтарымыз дайын, қызарып, жұмсақ, әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, видеоның астына пікір қалдырып кетсеңіздер болады. Міндетті түрде жауап беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.